Армысыздармы, құрметті көрермендер. Біздің таныстыру ерекше. Себебі бізге түскен көкөніс ол сәбіз. Таныстыру жазу барысында күле бергендіктен күлкілі таныстыру жазып, сыныбымызда таныстырамыз деп шештік. А что, так можно было, что ли? Сәбіз өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Дәл біздің сынып секілді. Оның құрамындағы А дәрумені адамның бойын өсіреді, көру қабілеті мен теріні жақсартуға ықпал етеді. Сәбіз бойды өсіретін болса, біздің сыныпта сол сияқты өсуде. Былтыр 7-ші сынып оқысақ, қазір 8 оқимыз. Білген жоқ. Ал көру жағына келетін болсақ, үнемі көзге түсіп қала береміз. Білгенін істеп атыр. Жарайды, олай болса енді сәбіздің артықшылықтары мен сыныбымыздың артықшылықтарын салыстырып кеттік. Еуропа елдерінде сәбізді балмен араластырып сақтайды екен. Мерекелік басқосуларда еуропалықтар бір-бірінен балды сақтаған сәбіз сыйлайды. Бұл денсаулығы мықты болсын деген ниеттің белгісі. Біздің сыныпта мерекелік іс-шараларға белсенді қатысады. Ән болса да, би болса да, тіпті безендіру жұмыстарына да керемет қатысып, соның барлығы абыроймен жасайды. Сәбіз қаны азайған адамдарға өте пайдалы. Біздің сыныпқа сабақ беретін мұғалімдерде қан қоюлану деген мүлдем болмайды. Себебі мұғалімдерде отыруға мүмкіндік те болмайды. Оған себепкер сыныбымыздың ұлдарының көп болуы. Сонымен қоса, олар өте өнерлі. Сабақ үстінде сабақ оқыпты, және сонымен қоса самолет, қайық, хлопушка, тағы да басқа сабаққа қажетті емес заттар жасап үлгереді. Егер сіз сәбізді жиі жеп отырсаңыз, инсульт тәуекелін 70%-ға азайтуға болады. Сол сияқты, егер де сіздің бір проблемаңыз бар болса, немесе жұмыстан шаршап жүрсеңіз, біздің сыныпта жаныңызды емдейтін психологтар көп. Олар үй тапсырмасын барынша сұратпау үшін сіздің кез келген проблемаңызды шешіп беруге дайын. Мықты психологтары бар сынып. Сәбіз денені нығайту үшін қолданылады. Сол сияқты сыныбымызда спортпен айналысатын, жетістіктерге жетіп жүрген мықты, жан-жақты білім алушылар да бар. Спорт десе алдына жан салмайды. Пісірілген сәбіз өте пайдалы. Диетологтар пісірілген сәбізді жеуге кеңес береді. Сыныбымыздың тағы да бір қасиеті диета ұстатпай-ақ арықтатып жібере алады. Оған дәлел сыныбымыздың сынып жетекшісі. Осы уақытқа дейін 1 килограмм да тосқан жоқ. Сәбіз шырыны үлкен дозалары ұйқылыққа, жеңілдікке, бас ауруларына, тіпті дене температурасының артуына әкелуі мүмкін. Сол сияқты сыныбымыз кей уақытта ұйықтатып жіберуі де мүмкін. Кей уақытта мықты психолог болып, сіз оларға жан дүниеңізді ақтарып кетуіңіз де мүмкін. Кейде басыңызды ауыртып, температураңызды көтеріп жіберуі де мүмкін. Біздің сынып сонысымен ерекше, жан-жақты. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.